Сәлем, даусым естіліп тұр ма? Комментке жазып жіберсеңіздер. Рахмет, Назерке қазір. 1 минуттан кейін қосам сізді. Қайырлы кеш. Біз бүгінгі Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі Венгриядағы Дебрецен университетінде білім алған Назерке Аманқоспен тікелей эфир өткізбекшіміз. Қазір өзін қосамын. Сәлеметсіз ба? Сәлем, Назерке, қалың қалай? Рахмет, жақсы. Өзіңіз қалыңыз қалай? Шүкір, рахмет, көргеніме қуаныштымын. Мен де. Сен қазір қай қаладасың? Қазір мен өзім оқу бітірген Дебрецен қаласындамын, Венградамын. Венгриядасың да? Ауа райы қалай сіздерде? Жаңбырлы, бізде көп осы мезгіл жаңбырлы болып тұрады, келгелі бері уже үйренісіп кеттік. Қазір де жаңбыр жауып тұр. Өте жақсы. Сонда бүкіл қыс бойы сондай жаңбырлы болып өтеді ма? Жоқ, қыста негізі қар жауады, бірақ кейде тіпті қар мен жаңбыр араласып жауып жатады. Бізде көбіне бұлтты болып тұрады, 70-80%. Бізде Ақтауда көбіне күн шығатын еді ғой. Сосын мұнда келгенде жаңбырлы ауа райыға үйрене салмай қалдым да, ал қазір күн шықса біртүрлі болып қаламыз уже. Түсінікті, жақсы. Қалай қазақтар көбейіп жатыр ма Венгрияда? Иә, көбейіп жатыр. Өзіміздің уже тұрақты кездесіп тұратын айына 2 аптада бір рет кездесіп тұратын ортамыз бар. Оралдан, Өскеменнен, Шымкенттен, Астана, Алматыдан көбіне Назарбаев зияткерлік мектебін бітірген түлектер. Біз барлығымызды қосатын осы мектеп. Дұрыс. Қазақтардың бір сообществосы, қауымдастығы бар ма ол жақта? Жалпы бар, иә, бірақ көбіне Будапештте деп естимін, астанасында, яғни Венгрияда. Және осы Дебреценде оқитын қыздар бар, өзіміздің медицинада оқиды. Сол қыздар жүгіруге арналған, спортқа арналған сондай сообщество ашқан болатын. Аптасына бір рет солай тұрақты жүгіруге арналған кездесулер ұйымдастырып тұрады. Жақсы. Сен жалпы Назарбаев мектебін 2019-да бітірдің, иә? Иә, 2019 жылы бітірдім. 2019 жылы бітірдің. Одан кейін 3 жыл оқыдың. 3 жыл. Қазір биылдан бастап былтыр бітірдің ба? Или биыл бітірдің ба? Жоқ, биыл бітірдім. Биыл жазда бітірдім. Жақсы. Жалпы Дебрецен қаласы Астанадан Будапешттен қаншалықты ұзақта? 2-2,5 сағат пойызбен, және сағат сайын жүріп отырады пойыздар. Кез келген уақытта билетті алып барып қайтсаң болады. Барып қайтуға. Бағасы да сондай студенттерге арналған 3.000 теңге, 4.000 теңге шамасында. Жақсы. Қазір енді бір 2 минуттағы да күтейік. 22 адам бізде жиналды. Сонан кейін тікелей эфиріміздің тақырыбына оралып бастасақ. Мен сенімдімін, Назерке бүгін көп нәрсені бізбен бөліседі. Өйткені егер осы жерде жазылмаған адамдар болса, Назеркенің Инстаграм парақшасына жазылыңыздар. Өйткені көп деген пайдалы ақпарат. Біз мысал үшін мұғалім болсақ та, қанша жылдық тәжірибеміз болса да, осы қазіргі таңда өзіміздің түлектерімізден үйренеріміз көп. Сондықтан сіздерде кіріп, парақшасына жазылып, күнделікті бөлісіп отырған маңызды ақпараттармен, материалдармен танысып отырсаңыздар. Енді 19-20-дай адам кірген, көбісі Назарбаев зияткерлік мектебіне деп ойлаймын, бірақ
басқа да мектептерден болса осында жазсаңыздар, яғни қай мектептен қатысып отырсыздар, өйткені бұл ақпарат тек ниш оқушыларына емес, сонымен қатар бүкіл Маңғыстау облысының бүкіл басқа да мектептердің оқушыларына пайдалы болу тиіс. Мына жерде Назеркеге жақсы көрем деген нелер келіп жатыр фанаттарыңыздан. Рахмет. Аха. Жалпы менде қосып өткім келеді. Мысалы, көбісі шектеп жатады өздерін, мен Назарбаев зияткерлік мектебі, яғни Қазақстанның ең күшті мектептерінде оқымағам, оқуға түсу шансым азая ма деген сияқты да. Жоқ, менде осында қазақ достарым бар. Лицейден, кәдімгі 11 жылдық қарапайым мектептен, орта мектептен бітіріп шыққан, IELTS деңгейі жоғары, білімді, жан-жақты жастар өте көп. Яғни тек қана, көпшілігі Назарбаев зияткерлік мектебінен, бірақ арасында осындай қарапайым мектептен бітірген оқушылар да бар. Осыны айтып өткім келеді, яғни шектеудің қажеті жоқ өзімізді. Мына жерде жазып жатыр, Қызылорда мектебінен бар екен, 101-ші мектеп дейді. 102-ші мектеп дейді мұнда. Так. Яғни қуантарлық жайт, басқа мектептерден оқушылардың қатысып отырғаны, өткені шынымен де балалар өте пайдалы ақпарат айтылады бүгін. Мен мына жерде бірінші рет шынымды айтайын, прямой эфир ұйымдастырып отырмын. Записать деген кнопканы таба алмай отырмын. Прямой эфир сақталады ма деген сұрақ келген екен мына жерде. Тікелей эфир біткен соң сізде сұралады, сақтайық па әлде сақтамайық па деп. Рахмет. Айттым ғой жаңа, біздің түлектерден үйренеріміз көп. Жақсы, сағат Маңғыстау уақытымен 19:06, көп уақытты алмайық. Мына жерде басқа шетелден де қатысып отырған нелер бар, сондықтан бастайық. Естеріңізге сала кетейін, бізде бүгін қонақта Аманқос Назерке, Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі, Ақтау қаласындағы. Сонымен қатар Венгрияның үкіметаралық стипендиялық бағдарламасының стипендианты, грант иегері, Венгрияның, яғни Мажарстанның Дебрецен деген университетінің түлегі. Қай мамандық бойынша еді, Назерке? Мен биология мамандығын таңдаған болатын. Биология мамандығы бойынша. Назерке жалпы мектеп кезінде де өте белсенді оқушылардың бірі болатын. Ғылыми жоба жарыстарына көптеп қатысатын, басқа да жаңағы бизнес проектлерге көптеп қатысатын. Сол кездің өзінде өте белсенді оқушыларымыздың бірі еді. Қазіргі таңда университетті бітіріп, әлі де сол Дебрецен қаласында өмір сүріп жатыр. Өзінің жеке блогы бар, қалған ақпаратты өзі айтсын. Енді Назеркеге сөз берейік. Балалар, жалпы қатысушылар, егер сұрақтарыңызды жіберіңіздер бізге, біз мұнда қарап отырамыз, ең маңызды деген сұрақтарға эфир соңында жауап беріледі. Назерке, мархаба, бастайық. Мен осы 11-12 сыныптарда уже шетелге оқуға түскім келеді деп басталған соң, яғни менің сыныптастарым да осылай жақсы университеттерге талпынып жүрген болатын. Сөйтіп мен де бағымды сынап көрейін деп IELTS экзамендерін тапсырдым, және жетістіктер көп болу керек деген соң ғылыми жобаларға белсенді түрде қатысуға тырыстым. Өзіңіз айтып өткен бизнес проекттер, жалпы мектепте қандай іс-шаралар болып жатты, және өз мамандығыма қайсысы жақын, яғни биология мамандығына жақын проекттерге белсенді түрде мұғалімдермен бірге жұмыстанып тырысып бақтым. Ішіне жақсы нәтиже көрсеткен проектлерім де болды, орын алдым. Соның барлығы осы оқуға түсу барысында көмектескен болатын. Яғни шетелге оқуға түскен кезде шетел университеттері оқушы тек қана сабаққа беріліп оқып кетпеу керек екенін қадағалайды, яғни белсенді болу керек, қоғамдық белсенді жұмыстарға қатысу керек, волонтер бағдарламаларға да, осындай ғылыми жобаларға да деген сияқты. Сол үшін де мен айтарым,
қазірден бастап мысалы физика таңдап жатса физиканың олимпиадасына қатысыңыз, және қосымша волонтерлік программаларға, яғни әр қалада өзінің волонтерлік ұйымдастыратын жаңағы ұйымдар болады, соларға барып тіркеліп қандай шаралар бар қатысайын деген сияқты. Яғни сіздің негізгі мақсатыңыз сертификат, диплом, портфолионы жинақтау. Керемет. Және онымен қатар IELTS экзаменде параллельно алып жүру керек, яғни ағылшын тілінде. Одан кейін ағылшын тіліне енді кемі 2 жыл бұрын бастаған дұрыс деп ойлаймын, яғни 12-ші сыныпта бітіретін болса 10-ші сыныптан бастап деген сияқты, чтобы қатты қиындық келтірмес үшін ары қарайғы процесс кезінде. Одан кейін мектеп бағалары да рөл ойнайды, әсіресе соңғы оқу жылдарында, яғни 10, 11, 12-ші сыныптың бағалары өте көп рөл ойнайды. Сол бағаларды жөндеуге де тырысу қажет. Жалпы, Назерке, сен мысалы нешінші сыныптан бастап осы нәрселерге дайындықты жүргіздің? Өзің айтқан жаңағы 10-шы, 9-шы сыныптан бастап осы дайындықты бастадың ба? Әлде дайындала берейін, кейін маған қажетті жаңағы бағдарламалар болып қалар, гранттар болып қалар деп естедің ба? Қалай болды? Сенің өзіңнің тәжірибеңмен бөліссең? Жеке өзім тәжірибемен бөлісетін болсам, мен негізі біз 9-шы сыныптан бастап оқыдық. Назарбаев әскери мектебі енді ашылып жатқан уақыт, яғни ол кезде 7-ші сыныптан емес, 9-шы сыныптан 4 жыл, 9, 10, 11, 12. 9-шы сыныпта енді шыны керек, мен ол кезде ағылшын тілін білген жоқпын. Сыныптастарым енді жартысы білді, жартысы енді үйреніп жатты. Мен сол енді үйреніп жатқандардың қатарынан болдым. Сол үшін де 11-12 класстарда маған кішкене ауыр тиді. Себебі мен бағаларымды да жөндеу керек болдым, проекттерге де қатысу керек болды. Ағылшын тіл менде шынымды айтсам қиналдым. Мына жерде Назерке кешірерсің, сөзіңді бөлейін. Сен Назарбаев мектебіне қай мектептен келдің? Мен 20-шы мектепте оқыдым 8 жыл бойы. Одан кейін менің сыныптастарым сол кезде гимназия мектебінде оқыдым, гимназия классында. Сол кезде 70-80% Назарбаев мектебіне өтіп кеткен болатын. Мен бірақ сол кезде резервный спискта болдым. Бірақ сол гимназияда 3-4 бала қалды, одан кейін басқа класстардан ала бастады. Ол кезде бірақ мен қалғым келген жоқ. Басқа тағы да лицейлерді қарастырып бастадық, мамам екеуміз. Одан кейін мен эконом лицейге бардым. Экономический лицей, 15-ші микрорайондағы. Сол жақта 3 апта оқып жүрген кезде, уже сентябрьдің 21-і мені Назарбаев мектебіне шақырды. Резервный списктан алынып. Осылай. Яғни ағылшын тілін меңгеруге саған 3 жыл жеткілікті болды. Жеткілікті болды, IELTS 6-дан 0-ға жетті. Окей. Енді сен 12-ші сыныпқа келдің, сенде жаңа ғылыми жоба жарыстарынан алған сертификаттарың бар, яғни былайынша айтқанда портфолионды жинақтайтын белгілі бір жетістіктерің бар. Онан кейін сен IELTS емтиханына не істеуді бастадың, тапсыруды да, емтихан дайындалуды бастадың. Және қанша алдың IELTS-тан? IELTS-тан ең бірінші IELTS-ты мен 11-ші сыныпқа көшпей тұрып тапсырған сияқтымын, қателеспесем. Ол кезде 5 алдым, одан кейін бұл жетпейді тағы да дайындалып 2-3 ай 5,5 алды. Одан кейін тағы тапсырғанда 6-ға сәл жетпей қалды, 5,5 алып қалдым. Сосын барып 6 алдым, 4-ші тапсырған кезде. Берілмедім дейсің ғой, иә. Дұрыс. Берілуге уақытта мүмкіндік те болған жоқ, шынымды айтсам, себебі бізде жаңағыдай Назарбаев мектебінің бір жақсы конкуренция ғой. Қалмауым керек, қалайда басқалар алып жатқан, неге мен алмайын деп, сол ұйқыны қысқарттық, 2-3 сағат ұйықтайтынбыз күніне, солай жүретінбіз. Сонан кейін сен Венгриядағы стипендиялық бағдарлама туралы естідің және құжаттарды дайындай бастадың. Сол түсу процесін бізге сипаттап берсең, өйткені мына жерде көптеген сұрақтар, ақылы ма, магистратураға түсу жолдары қандай деген сияқты сұрақтар келіп жатыр. Біз нақты көрерменнің сұрағына байланысты жауап беріп отырсақ. Жалпы түсу процесі менің сыныптасым Камшат айтқан болатын, маған осындай Венгрияға стипендия бар екен деп. Ол кезде шыны керек іштей қорықтым, түсе аламын екен. Ол кезде IELTS-ым 5,5 болған болатын. 5,5-мен мені қайда қабылдайды деп.
солай уайымдап жүрдім, бірақ мамам қолдай кетті, не үшін тапсырып көрмеске, бақ сынасып көрейік деп. Сөйтіп мамам документтерді жинауға көмектесті. Мен сөйтіп кезекті IELTS-қа дайындалып жаттым, кезекті IELTS экзаменіне көтеруім керек деп. Сөйтіп, бірақ ол кезде менде уже проектілердің дипломдары бар еді деген сияқты. Сөйтіп, қателеспесем, мен декабрьдің осы желтоқсан айының соңына қарай уже документтердің барлығын өткіздім. Маған февральдың басында, ақпан айының басында уже хат келді, сіз интервьюге қабылдаймыз деп. Яғни біз болашақ организациясына осы Астанадағы документтерді жіберген болатынбыз. Ол кезде қолма-қол жіберу керек болды, сенім хат жазып деген сияқты. Қазір онлайн қабылдай береді осы коронавирустан кейін да. Сол кезде мен жаңағы өзімнің туған әпкем сол жақта оқиды, соған сенім хат жаздыртып, документтердің барлығын жібердім. Сөйтіп маған хат келді, осылай интервью болады, дайындалыңыз деген. Сөйтіп мен интервью тапсырдым. Интервью барысында да осы мен портфолиомды ашып жіберіп, сіз осындай орын алыпсыз, осындай проектке қатысыпсыз, сол туралы толығырақ айтсаңыз деп барлығын сұрады. Интервьюда 4 адам болды, бақылаушы, сұрақтар қойды. IELTS туралы сұрады, тағы да тапсырасыз ба деп. Мен тапсырып жатырмын, дайындалып жатырмын деп ынтамды көрсеттім, жоғары дәрежеге тапсырамын деп. Сөйтіп, жарайды, жақсы деп, сізге хабарын береміз, күтіңіз деп қойды. Яғни сол интервью, сұхбаттасу неше минутқа созылды сол кезде? Қателеспесем, бір 15-20 минут арасы болды. Сіз дайындалған сұрақтардан келді ма, Назерке, әлде на месте импровизация жасадыңыз ба, өзіңіздің неңізді пайдаланып? Жалпы әркімде әртүрлі болып жатыр. Мысалы, менде сыныптастарым параллельно тапсырып жатты, олар менен бұрында тапсырған болатын. Мысалы, оларға тек мамандықтар туралы сұраған деген сияқты да. Немесе сұхбат ағылшын тілінде болды деп естідім. Менде бірақ таза қазақша болды. Және сол портфолио не салдым, соның барлығын сұрады. Және менің бір байқағаным, ол кісілермен, яғни интервью алып жатқан кісілермен шынайы болу керек екен. Яғни сен уже бір нәрсені жасырып айтып қалсаң, или үстіне қосып айтып отырсаң, өтіп кетейін деп та, уже олар сезіп қояды. Мен барынша шынайы болып, қай кезде не істегенімді, және мен, яғни ол проектіні мен жасаған соң, мен тек мен емес, әрине мұғалімім де жасады, бірге көмектесіп, бірақ сол проект шынымен менің үлесім бар екенін көрсете алдым деп ойлаймын. Яғни, бұл қыз шынымен өз еңбектенген екен деген сияқтыны сезген соң, олар сенді. Ары қарай оны қазбалаған жоқ. Ал уже деп айтып тұрып қалсаң, уже олар біледі. Мен соны байқадым. Яғни барынша шынайы болу қажет. Жақсы, түсінікті. Яғни мына жерде сұрақ қойыпты, интервью ағылшын тілінде болды ма? Кейбіреулерге ағылшын тілінде, кейбіреулерге қазақ, орыс тілдерінде болды. Солай ғой? 3 тілде де микс болып жатты. 3 тілде, жақсы. Енді интервьюдан өтті интервью, онан кейін келесі этап күту болған шығар сізге. Жауабын күту, иә? Осы интервью туралы тағы бір нәрсе қосып айтайын. Ол кісілер тағы да осы оқушы қаншалықты кәдімгідей қалайды осы университетке түсуге деген сияқты бір тексеріп көргісі келді. Яғни сіз именно не үшін Дебрис университетін таңдадыңыз? Мен ол кезде уже Дебрис университетінің тарихымен зерттеп тастағам, қай жылы ашылды, қандай программалар бар деген сияқты. Уже зерттеген көрген соң, шынымен түскісі келеді бұл оқушы деген сияқты бір сенім туғызады оларға. Яғни сізден тағы бір лайфхак, егер жаңағы тапсырып жатырған университетіңіз жайлы, сіз зерттеу жұмысын жүргізуіңіз керек, е? Сол университеттің тарихын, профессорлары кімдер, қандай факультеттер бар деген сияқты основной маңызды ақпаратты білуіңіз қажет. Окей. Ол кісілердің өздері таңғалу керек та, мәссаған деген сияқты. Өздері тоқтату керек, болды, бізге уже жеткілікті бұл ақпарат деген сияқты. Одан кейін, осы ақпан айының соңына қарай, мен осы мектепте біз түнге шейін қалай беретінбіз достарымызбен. Сөйтіп кешкі сағат 9-10-дарда, маған 9:30-ау деймін шамасы. Ақтау уақытымен осылай хабарласып, орысша айтты маған, сәлеметсіз, сіз Назеркесіз ба деп. Сосын иә дедім. Бір жағынан ол телефонды алғым келген жоқ, танымайтын номер, бұл не үшін, неге түн жарымда маған соғады деп, себебі мен тек ата-анам іздейтін да ол уақытта. Сөйтіп ұзаққа дейін алмай отырдым, бірақ қоймай сол жатқасын алдым. Сөйтсем, интервьюден сіз өттіңіз, келесі этапқа дайындала беріңіз деп қойып тастады. Мен кәдімгідей таң қалған болатын.
сол Керемет. кезде достарым болды, иә, проектіні бірге жасаған мұғалімдерім де болды, бірге қуанып, сосын ол кісілер де кәдімгідей қуанды мен үшін, себебі сол кісілер маған қатты мотивация берген болатын, оқуға түскім келсе, осылай сен жобаларың болу керек деп, олар да осы жобаның пайдасы тигеніне қуанды деген сияқты. Сөйтіп, әрі қарай қандай этап деп сұрап үлгердім сол кісіден. Венгриямен сұхбат болады деді. Венгрияға тест тапсырасыз, және ол барлығы зависит етеді сіздің таңдаған факультетіңізге қарай деп. Сөйтіп мен өзімнің университетінің сайтына кіріп, жаңағыдай мысалдарын көріп, үлгілерін, тесттердің сол бойынша дайындала бастадым. Именно биология таңдаған. Оның барлығы негізі іздеген адам табады. Жаңағы биология мамандығына, химия биология бағытындағы мамандықтарға қандай тест келеді деген сияқты. Именно тапсырушы студенттерге. Сөйтіп, мен сәуір айының басына қарай уже сол интервьюмен тестке дайындала бастадым. Бірінші тест тапсырдық, онлайн, осылай үйде отырып тапсырдым. Оңай болды. Бір жағынан осы мен мектебіме де алғыс айтамын. Университеттің бағдарламасы мен барлығын күрделі болса да үйретіп деген сияқты. Ол жақтағы тесттер маған оп-оңай болды. Сол үшін де математика және биологиядан тапсырдым. Математика және биология екі пәннен тапсырдың. Бұл оңай ғой деп таңғалып қалғам сол математикасын шығарған кезде. Сөйтіп 90-95% ба сондай алдым процентті. Одан кейін сіз интервьюге өттіңіз деген хат келді. Интервьюге осындай уақытта дайындалыңыз деп. Мына жерде бір нәрсені қайтан естеріне салып кетейін. Жалпы Венгрияда стипендиялық бағдарламаға түсу үшін сіздер екі жақты отбордан өтесіздер. Біріншісі қазақстандық жақ, екіншісі венгриялық жақ. Бұл жерде Назерке қазір екінші, яғни Венгрия жағындағы несін айтып жатыр. Бұған дейін қазақстандық жақпен өткен собеседование, интервью, құжаттарды тапсыру жайлы айтты. Енді Венгриядағы интервьюға келдік. Венгриядағы интервьюда көбіне мен жаңағыдай personal questions болады деп естідім, яғни сіз өзіңіз қандай тұлғасыз, жаңағыдай Қазақстандағы интервьюдегідей не үшін таңдадыңыз бұл университетті деген сияқты. Сол сұрақтарға жиі фокус қойып дайындалған болатынмын. Бірақ интервьюде осылай таныса келе маған давайте сіз тестте жіберген қателерді талдайық деді. Да. Вот это поворот дедім ішінде. Мен қай жерде қандай қатемен жұмыс жасаған да жоқпын. Главное жаңағыдай проходной баллды алдым, интервью өттім деп мәз болып, оны қарамаппын да тіпті. Мәссаған дедім. Сөйтіп маған бұл жерде не үшін қате жібердім деп ойлайсың деген сұрақтар қойылды. Одан кейін мен математиканы шештік, одан кейін ол жауапты қабылдады, енді биология деді. Сосын биологиядан да шешілді, яғни сол сұрақ қойған сұрақтарына бір 85%-на дұрыс жауап бердім. Қалған 15%-на мен кішкене неуверенность болды, кішкене көрініп қалды, бірақ мен түсіндіре аламын, кішкене уақыт берсеңіз сызып деген сияқты айтып едім. Жоқ, мен күте алмаймын уже, бірақ мен біліп тұрмын сіздің білетініңізді деп. Сызып көрсетсеңіз, значит білесіз деген сияқты бір механизмдерді көрсеткім келді. Одан кейін менде уже бірақ сол 15%-не қатты фокус қойып қойдым да, мен дұрыс жауап бере алмадым деп қобалжып бастадым. Бірақ ол кісі ойланып тұрды, біз сізді қабылдаймыз деді. Бірақ сіз отбордың 85%-ын барлығын өттіңіз. Енді 15%, яғни 10-15% ол стипендияға сіз ілігесіз ба жоқ па, содан хабар күтесіз. Мен сізге дәл қазір нүктесін қойып айта алмаймын дедім. Бірақ университет қабылдады, бірақ стипендия беретін жағдай ол сізге июльде беріледі деді. Бірақ көптеген осы өткен студенттер айтады, егер Қазақстан тараптан да университеттен өтіп тұрсаң да 100% гарантия сіз стипендияны аласыз деген. Себебі неге стипендияны күту керек? Себебі менде әлі қолымда диплом болған жоқ. Ал стипендия беру үшін дипломды көрсетуіңіз керек. Диплом аттестат, яғни. Мектеп бітірген туралы. Сол хат, соны біз жаңағыдай тіркеп жіберуіміз керек сайтымызға. Сол кезде ғана одобрение келеді екен. Бірақ сонда да нақты жауап келмеген кезде не қуана алмайсың, не былай да жүре алмайсың да, сенімсіз болып. Басында бізге июньнің ортасында келеді, яғни біз майдың 17-сі күні барлық экзаменімізді бітірдік, сөйтіп выпускныйға дайындалдық, сөйтіп июньнің соңына қарай келеді деді хат.
25 деді, мен әлі сол даталарды білемін. 25-і 26 келеді деді, келген жоқ. Одан кейін июльдің 2-сі келеді, 3-і келеді деп келген жоқ. Сөйтіп июльдің 7-сі ма 8-і ма келді. Сол кезде уже барлығымыз үй ішімізбен қуандық. Сосын визаға тапсыруға бірден орын алып қойдық. Сөйтіп Алматыға билет алып, визаға барып тапсырдым. 2-3 күннен кейін уже маған визам дайын деген келді. 2-3 күнде дайын болады, значит, виза. Уже 3 күнде дайын болды. Біреулер 3 апта, біреулер 2 айға кетеді екен. Именно нақты қандай менің ойымша, мен документтердің барлығын ретімен дұрыстап дайындап бардым. Сол үшін мүмкін тез болған шығар деп ойлаймын. Окей, енді мына жерде мынандай сұрақ қойғым келіп отыр, Назерке. Сіз жаңа сенімді болдым, сенімсіздік болды, өттім бе, өтпедім бе деп күткен кезде басқа мысалы B, C варианттарыңыз болды ма? Мысалы басқа университеттерге параллельно тапсырып, олардан да жауап күтіп отырып, сондай бір как подушка безопасности бір жасадыңыз ба сондай әрекеттер? Өте жақсы сұрақ. Негізі шынымен қобалжу барысында меніңше сол барлық экзамен біткесін менде шаршаған барлығы шығып ауырып қалдым. Денсаулықпен проблема болды. Кішкене бір ай бойы үйден шықпай жатып қалдым. Сол кезде уайымның үстіне уайым қосыла береді, себебі үйде жатқан адам қолы бос деген сияқты. Сол кезде мен мүмкін жаңа кейбір сыныптастарым жаңағыдай Қазақстан университеттерін қарастырып жатқан болатын. Мүмкін мен де қарастырып көрермін, мүмкін медицина саласына тапсырып көрермін деп тапсырып көруге шешім байладым. Бірақ ол кезде тоже Қазақстан университеттеріне июльдің соңынан бастап тапсырып бастайды екен, яғни әлі уақыт бар екен деп күте тұрайын, асықпайын дедім. Ал басқа шетел университеттерін қарағым-ақ келді, бірақ көбіне бакалавриат деңгейі болған соң олар грант беру мүмкін, бірақ стипендия бермеуі мүмкін. Ал менің ата-анам, біз көп бала отбасымыз, 5 баламыз, менің ата-анам біз сені жібереміз, егер грант және стипендия болса деп айтқан болатын. Сол үшін мен 2 жағдайды қарастырдым. Яғни сізден кеңес бір нәрсеге байланып отырмай, сізде міндетті түрде A, B, C пландары болу керек міндетті түрде, иә? Әрине, өте дұрыс айтасыз. Всегда подушка безопасности болу керек. Окей. Енді күшті хабар келді, түстіңіз, визаны алдыңыз, ұшып бардыңыз. Сіздің бірінші впечатлениеңіз қандай болды бұл мемлекеттен? Ең бірінші барған кезде бізді университет күшті жағдай жасады. Бізге жаңа траблшутер дейді, автобус жалдады, студенттерге 6 адамдық автобус, ыңғайлы болып бардық. Алдын ала оның барлығын регистрация жасау керек, мен осы күні барам, осындай күні күтіп алсаңыз деген сияқты. Сөйтіп 6 қазақ болып бізді Будапешттің аэропортынан күтіп алып, Дебреценнен дәл алдына отеліміздің алдына тастап кетті. Яғни 7 күн бойы бізге тегін отель берді. Бірақ өкінішке орай қазір ондай мүмкіндіктер жоқ деп естіп жатырмын. Сөйтіп жеттік. Ең бірінші күні таңертең мамама соқтым. Ең бірінші мамамен бөліскім келді қуанышымды. Мама, мен как будто шетелде жүрген сияқтымын деп айттым. Сөйтіп мама күледі, сен енді шетелде жүрсің ғой деп. Сөйтіп өте әдемі, кәдімгідей тек күліп жүрдім. Ең бір апта бойы айналама қарап, түрлі ұлт, себебі Ақтауда енді біз Назарбаев мектебінде ғана басқа ұлттарды көреміз, ал былай көшеде тек қазақтар деген сияқты да. Ал бұл жерде көшеде де түрлі жаңағыдай ұлтты, нәсілді көреміз деген сияқты. Менің группаластарым өзі американдық болды, Африкадан болды, Европа елдерінен болды. Барлығы микс болды да, Монғолиядан болды, Кореядан, Қытайдан болды деген сияқты. Соның барлығы кәдімгідей бір күшті әсер сыйлады, және барлығымыз бір-бірімізбен тезірек жақындасып кеттік. Өзіміздің жаңағы группаның ішінде 20 баладай болды, соның ішінде 6 баласы бар. Жақын болып жүреміз, өзіміздің группамыз бар, сөйтіп экзамен кезінде бірге дайындаламыз, бір-бірімізге көмектесеміз, бір-біріміздің үйімізге барып, ұлттық тамақтарымызды пісіріп, бауырсақ, не деген сияқты да. Сөйтіп барлығын попробовать етіп көріп, бір-біріміздің ұлттық тамақтарымызды. Сөйтіп, сосын ең күшті бір әсер болған, маған стипендия алған ұнады. Бірінші шәкіртақың, иә? Иә. Ол кезде мен осы оқуға тапсырып алып жатқанда, мен енді Қазақстанда стипендия 25-30 мың теңге екенін бұрыннан білеміз, иә. Ең күштісі 30 мың теңге. Менің бір ең самый вышка дейді ғой, бір
ең бір жоғарғы затым 30 мың теңге болатын да. Сосын бұл жақта оқып жатқан балалар айтады, сен ертең жаңағыдай квартирада тұрсаң 25 мың аласың. Мен сенбеймін, құсыпсың ба деп. Сөйтіп, оказывается, сөйтіп менің картама түскен кезде осылай ОТП деген өзіміздің картамыз болды. Ол кезде 2 айдікі бірден түсті, яғни октябрьде берді. Студенттерді бірінші айда тіркейді, ол кезде бермейді. Сол үшін де студенттің өзінің қалтасына артық ақша болу керек. Енді ата-анам артығымен салып жүрген болатын, сол 2 айға жететіндей. Сөйтіп екінші ай 2 айдікін бірден түскен кезде мен кәдімгідей өзімді бай сезіндім. Сондай бір. Венгрияның қақ ортасында 2 айлық стипендиямен отельде, әрине. Сөйтіп біз квартирада тұрдық, жағынан ол да күшті болды. Квартирамыздың иелері өте жақсы адамдар. Сол кездегі көрсеткішпен біз 140 мың теңгеге жалдадық 2 комнатаны. Ішінде 3-4 қыз болып тұрдық. Қыздарымыз да осы Атыраудан болды, Көкшетау, Өскемен, Қызылорда деген сияқты. Енді жыл сайын ауысып тұрды. Біреулер бітіріп кетіп жатады, біреулер енді келіп жатады деген сияқты. Қазақ қыздар болып тұрдық. Негізі бірге тұрған кезде өзімнің ұлтыммен бірге тұрған жақсы ма деп ойлап қалдым. Себебі біз африкандық қызбен тұрған болатынбыз. Олардың пісіретін тамақтары бөлек, иттері бөлек, иіс те шығады. Ол иіс кетпей қояды үйден деген сияқты. Әрине енді адам сияқты сөйлескен адамгершілігі жақсы қыз болды. Оның бірге тұрғанда сөйлесеміз, ой бөлісеміз, бірақ сондай кішкене неудобстволар бар деген сияқты. Стипендияның размерін мына жерде сұрап жатыр. Мөлшері қанша болды? Қазақстанның ақшасымен қанша, және ол жақта жетті ма сіздерге дейді. Жалпы мен келген уақытта, мен уже Венгрияға келгенде 83.700 форинтке дейін көтерген екен. Ол кездегі мен келген уақыттағымен ол өте жақсы баға болды. Яғни барлығын дұрыстап, есептеп жеткізуге болатын жағдайда болды. Мысалы, біздің өзіміздің квартирамыз бағасына сол тұрақты болды. Дәл сол квартира, бірақ қымбатқа сатқан адамдар да болды да, мысалы. Ол кішкене студенттің қалтасына тиеді. Ондай студенттер ата-анасынан қосымша ақша сұрап отырды деген сияқты. Бірақ жалпы тиімді бағаға табуға болады. Кішкене 3-4 қыз болып, кішкене көбірек қыз болып деген сияқты. Сөйтіп тұрса, негізі тиімді. Иә, өзің тамағыңды іште істеп, ішіп, иә? Мысалы, қазір егер сіз жатақханада тұрамын десеңіз, яғни квартирада тұрмай жатақханада тұрамын десеңіз, сізге стипендияның жартысын береді. Ол негізі жақсы деп айтсам болады. Жатақханада тұрғанында бір плюсы бар. Себебі қысқы уақытта жылуға және жарыққа, затқа көбірек шығады. Суға көп кетеді, ыстық су көп қолданамыз деген сияқты. Сол кезде бізде мысалы 4 қызға 70-80 мың теңгедей шығатын. Ақтауда ол бізде 20-30 мың теңгенің көлемінде болатын есімде. Бірақ жылуға Европада негізі көп кетеді. Сол үшін де біз кеткенде өшіріп кетеміз, және түн ұйықтағанда жылу бөпеміз астына кіріп аламыз, ананы өшіріп тастаймыз деген сияқты. Сондай үнемдеу заттарын жасадық. Кішкене көбірек шығады. Сол үшін де жалпы кеңес беріп, жатақханаға тұрыңыздар. Сол кезде ровно жетеді, қалған, яғни тамағыңызға, транспортқа жеткізуге болады. Одан кейін қосымша жұмыстар жасауға да болады, яғни официант болып та, Макдональдста деген сияқты да. Ол жерде де жақсы табыс тауып жатқан достарымды білемін. Қосымша табыс табуға рұқсат. Бұл жерде айтып кетейін, кешірек қосылғандар бар. Назеркенің мамандығы биология, наука ғой, ғылым ретінде. Наука, ғылым ретінде оқыдым, бірақ өзім мұғалім болғым келеді қазіргі таңда. Қазір мұғалімдіктің жолына түскен, осы мұғалімдікке дайындық жасап жатыр. Дайын мұғалім деп те айтуға болады, меніңше. Блогтарына қарасаңыз, мұғалімдерден кем емес. Енді, Назерке, бітті талқыладық, стипендияны айттық, енді самый основной несіне келейік, бұл, конечно, оқу. Яғни, Дебреценда оқу қаншалықты қиын болды. Сіздің күткен нәрсеңіздің бәрі ойыңыздан шықты ма, осы жөнінде айтсаңыз? Негізі, кез келген осы Назарбаев мектебін оқыған түлек айтар еді, оп-оңай болды деп. Мен де солай айтамын, енді оп-оңай болды деп айта алмаймын, бірақ жалпы оңайырақ болды. Келген жалпы осы түлек Назарбаев мектебінен салыстырмалы деңгейде қай университетке барса да
қиналмай оқып кете алады. Себебі біз Ал басқа мектептерден Назерке түскендер, мысалы, жалпы білім беретін мектептерден түскен оқушыларға, түлектерге қиын ба онда оқу? Егер ол кісілер тек қазақ тілінде шектелмей, өзім жаңағы SAT деген сияқты экзамендерді оқыса, дайындалса, тапсырса, ол қиын емес. Яғни ағылшын тілінде өзінің мамандығын дамытса, мысалы физикада SAT тапсырса, негізгі терминологияны білсе, ол қатты қиын емес. Окей. Қандай сабақтар алдыңыз, қалай өтеді, мысалы, бір күндік студенттік өміріңізді сипаттап берсеңіз? Жалпы университетте бізде аптасына тек 5 күн бару деген жоқ, бізде 4 күн, 3-4 күн болады, кейбір семестрларда енді. Менде көбіне тек ең минимум 4 күн болды. Бірақ бір күндерде, мысалы, есімде, среда күні біз тек қана математика оқитынбыз, бір рет барып келетінбіз. Кейбір күндерде 3-4 рет барамыз деген сияқты. Окошкалар болады арасында деген сияқты. Мысалы, понедельник мен 8-ден 10-ға шейін бір сабақта боламын, одан 10-нан 12-ге шейін перерыв болады, сол кезде мен өзім тамағымды алып кетемін, тамақ жейтін жерлерде жеп аламын да, сөйтіп 12-ден 2-ге дейін деп жазылады, бірақ 12-ден 1-ге дейін, 1:30-ға дейін созылуы мүмкін ол сабақтар. Сөйтіп сабақты бітіреміз, кешкісін бір сабақ болуы мүмкін. Ол кезде үйге барып кішкене демалып аламын деген сияқты. Сөйтіп кешкісін сабақтан барамын да, қайтып келіп, тағы да сабағымды оқып, ұйықтап қаламын деген сияқты. Ал кейбір профессорлар жалпы Европада былай мектептегідей, немесе Қазақстан университеттерінде байқаймын, жаңағы бармай қалуға болмайды деген сияқты, барлығы барады, қол қояды деген сияқты бар. Бірақ жалпы Европа университеттерінде бұндай қатты қадағалау жоқ. Яғни әр студент өзі үшін оқитын, түсіну керек деген идеологиямен, қағидамен оқытады. Яғни өзі ізденіп келу керек, ешкім артынан іздемеу керек деген сияқты. Бірақ ішінде практикалық сабақтарда болды, лабораторияға прям баруың міндетті, өткізіп алмау керек. Өткізіп алсаң, сен келесі семестр тағы оқисың деген сияқты. Сондай нәрселерде болды. Максимум бір 3 рет қана өткізетін сабақтар бар, мысалы. Ол кезде прям қадағалап отырады деген сияқты. Жалпы биология мамандығы маған бұл жерде тек ішінде кейбір сабақтарды санамасам, былай оңай болды. Себебі біз ағылшын тілінде оқыдық, осы 12-ші жылы оқыдым, 12-ші сыныпта мұғалімдерімізбен. Және мен SAT тапсырдым. Мен Америкаға тапсырмасам да, өзім SAT экзамендер айтқандай конкуренция болды класстастарым, мен де тапсырамын, олар да тапсырып жатыр деген сияқты. Соның бір жақсы, осылай мен 2-3 рет тапсырдым ол экзаменді де. Жақсы балл жинағанша деген сияқты. Сөйтіп, соның арқасында мен қатты қиналған жоқпын, себебі сол экзамен дайындалу барысында қаншама терминдер үйрендім, қаншама тесттер тапсырдық, қайталап отырдық миымызға деген сияқты. Және MESC деген экзамен қатты көмектесті. MESC экзаменінің арқасында біз көптеген проблемаларды шештік деген сияқты. Енді мына жерде мынандай сұрақтар қойып жатыр. 1-2 сұраққа жауап берейік, араға жалғастырамыз. Жұмыс жасағанда примерно қанша зарплата алуға болады? Енді біздегі, білесің, біздің өңірдегі көп ата-аналардың сұрағы, основной оқу қалай, білім сапасы қалай деген өкінішке орай сұрақтар болмайды, көбіне бытовой сұрақтар болады, немесе қанша ақша табуға болады, стипендия қанша деген сияқты. Енді ол да дұрыс шығар, ол да сұрақ болғаннан кейін жауап берейік. Және екінші сұрақ, куратор бола ма группаның дейді. Жоқ, бізде бір өкініштісі дейін ба, қуаныштысы дейін ба, бізде куратор жоқ. Әркім өзінің басын өзі сүйреп алып жүреді. Қалып қойсаң да, алға жүріп кетсең де, қаттанып кетсең де, саған ешкім ештеңе демейді. Қалып қойсаң, сен ешкімге ренжімеуің керек. Сол үшін де біз жаңағыдай жабысып алу керек та, группадағы адамдарға, өзіңе жақын, жаныңа жақын адамдарды. Мен де жаңағы 6 адамның ішінде болмасам, мүмкін мен қалып қоярым едім деген сияқты. Олар үнемі дайындалып, бір-бірін шақырып сөйтіп жүреді. Сосын амал жоқ қосыласың да, уже оларға қаласаң да, қаламасаң да, не істеп жатсыңдар деп. Қандай сабаққа дайындалу керек. Teamwork дейсің ғой, команда не болу керек барлық жерде, дұрыс айтасың. Окей. Енді оқу барысында сені қинаған профессор болды ма? Немесе сабақ? Қатты қиналған бір сабағың болды ма? Бізде микробиология деген сабақ болды.
негізі ең сүйікті сабағым еді, бірақ біздің профессорымыз өзі Америкадан оқып келген, всегда жаңағыдай практикаға барып тұрады 6 айға деген сияқты. Бұл жақта жалпы венгр профессорлар ондай қатты қатал деп айта алмаймын, тем более international studentsқа келген кезде кішкене андай, қалай айтсам болады, гибкий болып қарайды, иә, жұмсақтық танытады. Өздерінің жаңағы студенттеріне қарағанда емес, бізге кішкене жұмсақтық танытады. Бірақ сол микробиологиядан беретін ағайымыз, өзіміз Валтер деген ағайымыз, кәдімгі практичный ағай екені көрініп тұрды, ешкімді аяған жоқ, және 45 минутта 45 сұрақ беретін, бірақ сен 1 минутына кемінде бір 7-8 минут арнайсың да, себебі қиын. Өзім тіпті кейде әзілдесетінмін сол ағайым, мына сұрақтың жауабы Гуглда жоқ қой деп. Сол кезде ол коронавирус кезінде сөйтіп әдейі қатты, жаңағыдай біз онлайнда оқыдық қой, сол кезде сапа түсіп кетпес үшін дұрыстап оқысын деп бізге қатты қадағалаған болатын. Сіздер әдейі сол Гуглдан таппас үшін осылай құрастырдым деп айтатын. Яғни академиялық адалдық ол жақта сақталды дейсіз ғой? Иә, сақталды. Тіпті тыпырлай алмай қалатындай сондай жағдай жасады. Басында шыны керек, бұл бірден тап өтпедім ол экзаменнен. Басында барлығымыз құладық, 2 деген баға алдық, ал ол GPA-ға әсер етеді. Сол үшін де мен қайтадан дайындалып тапсырған болатынмын. 4 деген бағаға ырза болып, мен сол талақты әрең тапқам. Окей. Бұл уақытта 4 алсам, 5 алған баланы әлі кездестірген жоқпын ол ағайдан. Жаңа сен айттың, мектеп кезінде бізде үлкен конкуренция болды деп. Ал университетте группа болған жоқ шығар, бірақ бірге оқығандардың арасында бір не болды ма? Конкуренция, бәсекелестік, немесе қазақтар мен басқа ұлт өкілдері арасында деген сияқты бір сондай болды ма? Мен жалпы байқағаным, бізде 4 моңғол қыз болды, 5 па моңғол қыз болды. Олар өзара всегда бір-бірін жамандап жүріп, конкуренция жасайтын еді, кәдімгі олар бірге жүрмейтін ешқашан. Яғни мен түсінгенім, ал ұлттары әртүрлі балалар өйтіп қатты жарыспайды екен. Мысалы, біз қазақтар бір-бірімізді салыстырамыз да, мына қызым осылай алға кетіп жатыр, мен сөйтіп алуым керек деген сияқты да, іштей солай не істеп жүресің. Мен де мысалы білетін қазақ достарым бар, бір группада оқитын. Олар да бір-бірімен жасырып, кішкене конкуренция болып, солай жауаптарын айтпай қалып деген сияқты сондай байқайтынмын да, сондай әңгімеде еститінмін деген сияқты. Ал бізде шынымды айтсам, ондай көп байқалған жоқ. Именно ұлттар, себебі біздің жаңағы өзіміздің компашка дейді, 6 адам болып жүрдік қой, сол кезде 6-ауымыздың да ұлтымыз әртүрлі болып. И всегда бірімізді қолдайтынбыз. Даже өтпей қалса да, мен өтпей қалдым емес, мен жаңағыдай саған бермеймін жауабын емес, менің қателігімді жасамашы деп өздері жаңағыдай осылай істеші деп бағыт беретін. Маған сол қатты ұнайтын. Бір жағынан группамда мен өзім бірақ қазақ болдым, жаңа сол үшін де қуандым. Бірақ қазақ болдың ба? Иә, мен бірақ қазақ болдым. Өйткені біраз қазақ бар ғой ол жақта, жалғыз қазақ болудың өзі де өте не таңғаларлық жайт. Иә, басында мен ойлайтынмын, мен бір ғана қазақпын деп кішкене қорыққаным бар, себебі ертең түсінбей қалсам қалай сұрайын сабақты деп. Бірақ қорқынышты еш нәрсе жоқ екен, ең басты адамгершілік екен, достарыңның көмектесем деген ниет екен деген сияқты да. Сондай жақсы достарға тап болдым, бір жағынан ол да күшті болып кетті, аямайтын деген сияқты да. Енді сенің бар ғой soft skills, hard skills деген да. Hard skills понятно, енді сен көп білім алдың ол жақта. Енді өзіңе сол ортада сен өстің, енді 3 жыл одан кейін де қалып жатырсың. Қандай өзіңе жаңа қасиет пайда болды өзіңде, бойыңда? Өте қажет, мысалы, сол жақта өмір сүру үшін, жалпы бәсекелестікке қабілетті болу үшін қандай soft skills болу керек адам бойында? Жалпы осы мен группаластарыммен үйренген, жаңа айтып өткендей, қолыңда барды аямау, біліп тұрсың ба, бөлісу. Және екінші, қоғамда жалпы белсенді болу керек.
мысалы мен болар еді, мысалы жетеріме жеттім, стипендиям түсіп тұр, жата берсем болады деген сияқты да. Жоқ, жаңағыдай болып жатқан іс-шараларға белсенді қатысу керек. Ол жақта нетворкинг дейді, яғни барынша адамдарды танысып алып деген сияқты. Мен білесіз ғой, мысалы сөйтіп жаңа адам танысып аламын ба, уже келесі күні сол адамнан пайда келіп тұрады маған. Мысалы мынандай проект бар екен, тегін қатысып көрші деген сияқты да. Сосын немесе мен жайдан жай просто шайға шақыра саламын, ұлтына қарамай деген сияқты да. Сол адамның өзі мысалы заттарымды көмектесіп жібереді әйтеуір көшеде, немесе тағы да осындай программа бар екен, осындай жұмыс бар екен, байқап көрші деген сияқты. Солай бір бірімізбен жаңағы ссылкамен бөлісіп отырамыз да. Яғни сен бір жағынан бірақ ойламау керек та, мына адам маған пайда келтіреді, дос болып алайын деп емес, шынымен танысайыншы деп. Сосын әркімнің өзінің мысалы оқуға түсу барысында түрлі қиындықтар болғанын бөліседі, қалай түскенін деген сияқты. Біреулер оңай түскен, біреулер қиын, өте қиын түскен. Мысалы бір елде түсу процесі мүлде басқа деген сияқты да. Бір елде вообще басқаша деген сияқты, деген сияқты өзінің бір көзқарасын өзгереді ол адамдарға деген, ол ұлтқа деген сияқты. Мысалы өзіміздің қазақтардың группасы да бар, жалпы қазақтардың группасының ішінде де пайдалы ақпаратпен бөлісіп отырамыз. Мысалы мына дүкен қайда, мына дүкен мынаны қай жақтан алуға болады деген сияқты. Соның группа ішінде бір 300-дей бала бар. Соның арасында бір қыз Erasmus проекттер бар деп жазып жіберген болатын. Сосын Erasmus проект менің жаңағыдай академический мобильность білетін боларсыз, иә. Мысалы Қазақстан университеттерінде жалпы ЕНУ-да көп естимін. ЕНУ-дың студенттері екінші, үшінші жыл оқып жатқанда Европаға 6 айға немесе 1 жылға оқуға барып келеді. Италияға, Венгрияға деп. Ал мен осы оқуға түскен кезде де тапсырғым келген болатын, бірақ мен уже стипендиат болғасын Венгрияда мен тапсыра алмайды екенмін, мүмкіндігім жоқ екен. Стипендиат еместер ғана тапсыра алады екен оған. Сөйттім да, сөйтіп мен Erasmus тек сонымен ғана шектелген екен мен. Қалған Erasmus'тың тағы 3 түрі бар екен, оказывается. Сөйтіп бір қазақ қыз сөйтіп бөлісті, сосын ол қызға жаздым. Яғни бөлісе аласың ба деп, сосын ол негізі ұзақтау деп айтқан. Дауысым өзіме қайтадан естіліп жатыр. Неге екен? Білмедім. Енді? Қазір. Нормально сияқты. Сөйтіп ол қызды мен шайға шақырдым, үйге кел достасайық, түсіндіріп берерсің мүмкін деп. Сосын ол маған ашып түсіндіріп берді. Сөйтсем ол қыз өзі Erasmus проект деген 1 апталық, 2 апталық проекттер бар екен. Ол өзі Турцияға барайын деп жатыр екен. Соны мен айтамын, сен ақшаны қайдан алып жатсың деген сияқты сұрақтар болады ғой енді. Ол жақта қалай тұрасың деп, жоқ, оның барлығын төлейді дейді. Мен ол туралы уайымдамайын дейді. Сонда қалай деп таң қалдым. Ол тіпті уже сол проектпен Болгарияға барып келген екен. Сосын күшті болды деп. Сонда мақсаты не бұл проект? Не үшін тегін? Бізде қазақтар кішкене тегін десе тағы шошып қаламыз ғой. Неге ол жайдан жай тегін болады деген сияқты да. Сөйтсем, жалпы Европа одағы балаларға, жалпы студенттерге дамысыншы, мысалы студенттерде ақша жоқ екен біледі олар, иә. Олар оқып жатыр, барлық фокус оқуда. Сол үшін де бірақ шектеп қалмасын, жаңағыдай global citizen дейді ғой, жаңағыдай. Қалай қазақша? Әлемдік азаматтық. Әлемдік азамат болсын, солай тәрбиелейік. Болашақта бүкіл елге көмектескісі келетін азаматтарды тәрбиелеу үшін олар ақша құяды екен, осындай әр елге жібереді екен. Сосын қазіргі таңда қандай тақырыптар актуальны, мысалы экология, немесе демократия, әйел мен ер адамның теңдігі деген сияқты тақырыптарды жастар жиналып, әр елден 7-8 түрлі елден жиналып талқылайды екен. Сөйтіп мен таң қалған болатын, мен қатыссам бола ма десем, әрине, тек қолың бос болса, профессорларың жіберсе, онда қатысып көр деді, егер оқудан босап жатса. Сөйтіп мен Нидерландыға тапсырып көрдім, бағыма орай мен өттім. Ол жақта сондай мотивашка жазасың, мотивационный письмода. Жаңағыдай мен осындай, ол жақта менің ойымша қандай бір биологияға қатысты проект болды. Сосын мен осындай тәжірибем бар, осындай проекттерім бар, осындай мамандықта оқып жатырмын деген сияқты, мен бір қызығушылығым бар деген сияқты хат жаздым. Олар сөйтіп 2-3 күн ішінде жауап берді. Өттіңіз, қатыса аласыз деп. Мен кәдімгі сенбей, алғашқыдай билеттерді өз ақшамызға аламыз, проект біткен соң, қатыстым деген сертификатты жіберген соң, олар барлық ақшаны қайтарады. Тек қана ұшаққа ғана билетті алдық. Сол кезде бір 100 000 теңгедей шықты. Сосын проектке бардым, 10 күндей болды. 10 күн күшті отельге жатқызды. Тамағымыздың барлығын тегін берді. 10 күнде мен өте көптеген адамдармен таныстым. 50 бала болдық. Германиядан, Италиядан, Грециядан, түрлі ұлттар келгенде,
вау деп қаласың да, и әркімнің ойы әртүрлі екен, білесің, бұл керемет мүмкіндік қой дедім да. Бір жағынан бізді еще 10 күннің ішінде бір күнін бізді қаланы аралатады. Осындай біздің әдемі жерлеріміз бар, осындай тарихи жерлер деп тақырыпқа қатысты жерлерге де апарады, мысалы музейлерге болсын деген сияқты. Сөйтіп осы тақырыпты кеңінен сіңіру үшін деген сияқты. Сөйтіп мен тоқтай алмай дальше қанша жерде қарбалас болып жатса да тағы осындай 7 проектке қатыстым. Турцияға, Грузияға, Италияға, Словакияға, тағы Венгрияның басқа қаласына осылай қатысқан болатынмын. И мен кәдімгідей таңғалдым, осылай Еуропа жастардан аямайды екен ғой, ақшаны құяды екен ғой деген сияқты. Өте қатты таңғалдым. Керемет. Мен осы жерде сұрайын деп тұр едім. Жалпы Еуропада көп саяхаттайсың. Мен сенің инстаграмыңа қарап отырсам, статусыңа да қараймын көбіне. Көп саяхаттайсың. Жалпы Еуропаның ішінде көп саяхаттайсың, және де басқа да мемлекеттерге көп барып жатасың. Осы жайында айтсаң, яғни мүмкіндіктер жайлы. Студент болсаң да, шәкіртақыға ғана өмір сүруге тырыссаң да, бірақ саяхаттауға да болатыны жөнінде айтып кетсең. Иә, студент болсаң да жаңағыдай ең басты тайм менеджментті ескеру керек. Себебі мысалы мен проектке қатты қызығып тұрмын. Мысалы Италияда болатын проектке қатты қызықтым да. Ол кезде бірақ менің кейбір экзамендерім бар екен. Сол барысында емес, жалпы одан ол проектті келсем экзамен тапсыруым керек деген сияқты. Соны үлгеремін ба барлығына? Соның барлығын қазірден бастап дайындалуым керек. Күніне 2 сағат осы экзаменге уақыт бөлуім керек. Сосын сол барлығына үлгеретіндей маған да шынымды айтсам кішкене қиын болды. Себебі мен ол елге барғым келіп тұр, тем более барлығы тегін деген сияқты. Ол мүмкіндік қайтып келе ме, жоқ па, визам бітеді. Сол үшін де барынша үлгеруге тырыстым. Ол кезде жүрген кезде де кейде уайымдап жүретінмін, экзаменді да, бірақ параллельно дайындалып жүретін кездер де болды. Яғни ең басты тайм менеджмент және экзаменге жаңағыдай бір күн қалғанда дайындалып емес, алдын ала 2 апта, тіпті 1 ай бұрын группаластармен бірге бірігіп дайындалу қажет. Яғни work-life balance, study-life balance'ты ұмытпау керек та. Тек оқи беру дегенге қажеті жоқ. Мысалы мен алғашқы жылы тек оқи бердім. Көп шыққан жоқпын, шынымды айтсам. Алғашқы семестр. Одан кейін карантин болды, ол кезде вообще жабылып қалдық. Одан кейін мен қалай да қыдырам, типа уже граница ашылған кезде тағы да коронавирус болып қалса дедім да, сөйтіп мен жаңағыдай барынша ағылшын курстарын да аштым. Сөйтіп ағылшын үйрете бастадым өзім, с нуля бастайтын оқушыларға. Себебі менің жаңағы блогымда мен негізі тек бөліскім келіп ашқан болатынмын блогымды. Яғни мен осы Венгрияға келген кезде менде бір болады, 2 ай, 3 ай өткесін бір миыңда мынадай болады да, бір келеді да, шынымен менің өмірім ба деген сияқты. Осының барлығында тек ағылшын тілінің арқасында ғана осындай болып жатыр ма деген сияқты да. Яғни береді екен ғой, грантты да береді екен ғой, стипендияны береді екен, бұл өтірік емес екен ғой деген сияқты. Бір бұны барлығы білу керек, бұны адамдар қиын санамау керек деген сияқты жаңағыдай болды да. И соны мен күнделікті бөлісе бастадым. Сол кезде адамдар сұраған болатын, сіз ағылшын тілін үйретесіз бе? Мен басынан жоқ деп ойлайтын, деп айтатынмын да, қашатынмын. Тіпті ата-аналар хабарласып қоймайтын да, осы WhatsApp номерін тауып алып, менің қызымды оқытшы деп. Сол кезде негізі мен жалпы мектеп бітірген кезде жаңағыдай ауырып жатқан кезде де мен үйде онлайн үйрететінмін туысқандарыма, тіпті мұғалімдеріме кейбір да, ағылшын білмейтін. Сол кісілерге мен опытым барын жалпы ұнайтынын білетін едім. Бірақ мен дипломым жоқ қой деп ойладым да, тек жақындарым сұрап келгенде ғана көмектестім. Ал танымайтын адамға қалай үйретемін деген уайымдар да болды менде. Сөйтіп біраз уақыт қашып жүрдім. Бірақ Инстаграм параллельно жүргізсем, сол 100 сұрақтың 50-60-ы сол ағылшын тілі курсы болады да. Сөйтіп мүмкін ашып көрейін деп батылдықпен әйтеуір ашып бастап кеттім. Содан түскен ақшаны да бір жағынан жинай бастадым. Жаңағыдай саяхатыма деп та, себебі саяхат кезінде ең алғашқы жылы біз Австрия мен Прагаға қыдырған болатынбыз. Достармен, ол кезде менің ата-анам басынан аяқ қамтамасыз етті. Бір елге кемі 60 мың кетеді, еркін қыдыру үшін 2-3 күнге барсаң да, мысалы отеліне баратын ұшағыңа, тек скидка кезден аңды отпасаң да былай. Ал кеттім деген кезде қалтаңда кемінде бір 60-70 мың теңге болу керек. Сол кезде мен жаңағыдай музейлерге барған кезде ата-анама жазып отыратынмын, жібересіздер ма деп, кішкене ыңғайсызданатынмын. Енді сосын, ол кісілер сұрасам жібереді әрине, бірақ каждый раз осылай сұрап жүрем ба деп ойладым да, сөйтіп осылай 60-70 мың теңге жиналса да, соның барлығын каспиіме жинап, сөйтіп от души салатынмын. Керемет.
Керемет. Яғни бұл жерде біз тек қана академиялық жағы емес, бірақ қаншалықты сауатты қаржы жинау керек, оны қалай жұмсау керек жайында да айтып жатырмыз. Өте жақсы лайфхактар. Иә, яғни финансовый грамотность өте қатты рөл ойнайды. Мен өзім осы тақырыпқа жақыннан бастап тағы ене бастадым. Яғни кейбір уақыттарда мысалы қымбат бір тамақтарды жей салғым келеді, ресторанға барғым келеді, кафеге барғым келеді, сол кезде мүмкін мен осыған жинармын деп тоқтатасың. Жаңа бір кітап оқып жатырмын, сонда бір күшті әңгіме естігемін. Жегендей болдым деп, жегендей боласың да, сөйтіп салып қоя қоясың ақшаңды. Жақсы. Енді бізде уақыт шектеулі, 6 минутымыз қалды. Мына жерде сенің бұдан кейінгі жоспарларың жайында, енді барлығын айту міндет емес, основнойларын айтсаң, өйткені кейбіреулер бар, айтсаң орындалмайды деп сенеді. Қысқаша бір-екеуін айтсаң. Жалпы қазіргі таңда мен көбісі Венгрияда не істеп жүрсің деп сұрайды. Жалпы мен волонтерлық программамен қалып қойдым. Бұл жерде жаңағы Erasmus деген проекттен шығады. Яғни тағы да бір күшті лайфхак айтқым келеді. Мысалы бізде Венгрияда бір ауыл жақта ұйымдастыратын осындай Erasmus проект ұйымдастырылды. Яғни мен ол кезде өзімше Италия, Турцияны көріп алған соң менсінбей қарап жүрдім да, мен бармай ақ қоятын шығармын деп та, бірақ ол жақ барамын деп айтып қойдым да. Бірақ барғым келмей, бірақ сонда да бардым соңында. Сөйтіп, бірақ ауыл жақта болса да күшті отельге жатқызды, тоже күшті тақырып қозғадық, жақсы достар таптым. Сол кездегі организаторым мен таныса келе, сіз оқуды қашан бітіресіз деп сұрады. Мен осы бітіремін деп, сен волонтерлік программаға қосылғың келе ма деді. Осындай садикте оқушыларға жаңағыдай өзінің мамандығымен байланысып биология үйретсең де болады, кішкентай балаларға. Яғни олар шетел азаматтарын көріп өсу керек деген садикте. Иә, сөйтіп мен айтамын, ол волонтерлік программа болса мен қайда тұрамын, енді мен контрактым бітеді, визаны кім істеп, барлығын өзіміздің мойнымызға аламыз, тек сіз келісіміңізді берсеңіз болды деді. Мен как раз сол кезде кішкене бакалавриаттан кейін gap year алып, қандай мамандыққа кетерімді білмей жүрген, шеше алмай жүрген кезім еді. Яғни ғылым жаққа кетемін бе, әлде мұғалім боламын ба деп. Сөйтіп ол ағайым айтты, тек келісіміңді берсең болды, біз саған документті де барлығын істеп береміз деп. Сосын жарайды дедім. Енді Erasmus проектінің бұл бір бөлігі екен. Erasmus десе, бізде уже бұл жерде бренд та бұл. Яғни сенесің да, уже сенім артасың. Сөйтіп мен барлық документімді тапсырдым. Сөйтіп жазда мен дипломды алып бардым Қазақстанға, и бір апта болдым да кері кетіп қалдым. Себебі менің уже Шенген визам бітетін болды да. Сөйтіп мына жақта визаға тапсырдым. Сөйтіп сентябрьде визамды алдым. Бұл кісілер маған жатақхананы берді. Тегін қазір өзім тұрып жатырмын. Уже 3 жыл қыздармен бірге тұрып үйреніп қалдым, бірақ сонда да маған жеке бір өзіме бөлме болса ғой деп армандайтынмын да. Ешкіммен бөліспесем екен деп. Барлық армандағыдай болып кетті. Яғни өзім тұрамын, барлығы кухнясы да, туалет ваннасы да бәрі іште. Яғни жатақхана деген соң көбісі ойлайды, құлайын деп тұрған ғимарат. Немесе барлығы бір этажда тамақ пісіреді деп та, тамақ ұрлап кетеді деп жоқ. Бұл жерде Европа стандарт барлығы бар. Өз еркіңмен нешеде тұрасың, нешеде жатасың деген сияқты. Сөйтіп бұл жұмыста таңнан обедке шейін барып жұмыс жасап кетесің. Сосын айына өздері жаңағыдай 20 мың, 130 мың теңгедей айлық беріп тұрады. Яғни сен затқа төлемейсің жатақханаға, суыңа, себебі тем более қазір инфляция заманында бұл қымбаттап кетті, бұл маған жақсы болып кетті, шынымды айтсам. Сосын уже қосымша тоже ол ақшаның да шетінен мен жартысын саяхатқа, жартысын тамағыма деп бөліп қойып жатырмын. Керемет. Яғни саған сәттілік тілейміз, Назерке. Өйткені өте жассың, білімдісің, тіл білесің, көптеген есіктер ашылады деп сенеміз, және сені бұдан да жоғары биіктерді бағындыратыныңа да сенеміз, жоғары биіктерден көретінімізге де сенеміз. Рахмет апай сізге де. Көп рахмет. Бұл біздің соңғы эфиріміз деп ойламаймын. Тағы да кездесеміз, яғни бұда Дебреценнен кейінгі өмір жайлы тағы да сөйлесетін боламыз. Әумин, ерса. Сұрақтардың көбіне біз эфир барысында жауап бердік. Эфирді сақтауға қазір тырысамыз. Негізі менің расчетым бойынша 1 минуттан кейін біту керек. Сізге мына жақта сәттілік тілеп отырғандар көп.
Сіздің подписчиктеріңіз ау деймін көбі. Өйткені сізді жақсы көреміз деп біразы жазып жатыр. Аха, рахмет көп апай, сізге де сәттілік тілеймін жұмысыңызға. Менің құрметті оқырмандарым, менен көбісі сопровождение туралы сұрап жатады Венгрияға. Мен бірақ айналыспаймын, себебі менің басқа да жұмыстарым өте көп. Бұл және үлкен жауапкершілік талап етеді. Бұл менің апайым, оқырмандарым, осы Назарбаев мектебінде профориентатор болып жұмыс жасайды, иә. Осы кісіге толық сеніп, айтқан бірге бір істеп жасасаңыздар, міндетті түрде оқуға түсесіздер. Рахмет. Кездескенше барлықтарыңызға рахмет. Назерке, бізде форум выпускников болады. Келем десең 23 декабрьде есігіміз ашық. Бірақ сен келе алмайтын шығарсың. Иә, өкінішке орай. Жақсы. Жақсы, көп рахмет. Сәттілік. Сізге де рахмет, апай. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сәттілік. Барлықтарыңызға рахмет. Қазір біз прямой эфирді сақтауға тырысамыз. Шыға берсеңіздер болады.